Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздердің назарларыңызға дүниетану пәнінің оқу мақсаттарын жүзеге асыру жолдары ұсынылады. Слайдта келесі оқу мақсаты: мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет түрлерін түсіндіру. Бұл мақсатты жүзеге асыру жолдары Атамұра баспасының дүниетану оқулығында толық көрсетілмеген. Оқудан тыс әрекет түрлері ашылмаған. Бұл оқу мақсатын жүзеге асыру екі кезеңде жүргізуге болады. Бірінші, оқу және сабақтан тыс іс-әрекеттер арасындағы айырмашылықты анықтатыңыз. Екінші, оқу және сабақтан тыс әрекеттердің түрлерін анықтатыңыз. Жұмыстың бірінші кезеңі мектеп дегеніне ассоциациясы арқылы ұйымдастырылады. Оқушылар стикерлерге мектеп өміріне қатысты сөздерді жазады және осы кестеге орналастырады. Олар осы ұғымдар бойынша қорытынды жасайды. Жұмыстың келесі кезеңі 4 топта жүргізіледі. Бірінші және екінші топтар кішігірім зерттеу жұмыстарын жүргізіп, мектептегі оқу әрекет түрлерін постерін, үшінші және төртінші топтар оқудан тыс іс-шаралар түрлері постерін дайындайды. Ол үшін олар түрлі ақпарат көздерін пайдаланады, сұхбат алады, оқулық пайдаланады, интернет ресурстар қолданады. Бұл тапсырма ақпарат көздерімен жұмыс істеуге, оны өңдеуге және ұсынуға мүмкіндік береді, және оқушылар өздерінің қызығушылығының пайдасын түсінеді. Үйде тапсырманы орындауды жалғастыра алады. Ата-аналардан мектепте оқыған кездерінде қандай сабақ және сабақтан тыс іс-шаралар өткізгенін біле алады. Келесі оқу мақсаты: мектеп қауымдастығының құрылымын және мүшелерінің қызметін анықтау. Бұл мақсатты жүзеге асыру жолдары Атамұра баспасының дүниетану оқулығында көрсетілмеген. Оқулықта мектеп қауымдастығы ұғымы берілмейді. Оқу мақсатына жету үшін оқушыларға келесі сызбаны ұсыныңыз және оған атау беруді сұраңыз. Әр топтың жауаптарынан кейін мына мәтінді беріңіз. Мектеп қауымдастығы мектеп өмірін қызықты ету үшін құрылған оқушылардың, ата-аналардың және мұғалімдердің өзін-өзі басқаратын қауымдастық. Содан кейін оқушылар 3 топқа бірігеді: мұғалімдер, ата-аналар, оқушылар, және мектеп қауымдастығын әрбір мүшесінің қызметін анықтайды. Орындалған тапсырмаларды қорытындылай отырып, мектеп қауымдастығының міндеті оқушылар, мұғалімдер мен ата-аналар бір-бірін түсінетін және қолдайтын ыңғайлы орта, психологиялық жағынан қолайлы жағдай жасау болып табылады. Слайдта келесі оқу мақсаты: мектеп қауымдастығындағы ұжымдық, топтық және тұлғааралық мінез-құлық нормаларын түсіндіру. Оқушылар үшін белсенділіктің басым түрі ойын. Ойын арқылы бала әлеуметтік рөлдерге ұмтылады, әлеуметтік қатынастар жүйесіне кіреді. Дидактикалық ойындар топтағы мінез-құлықтың жалпы ережелерін қалыптастыруға, өзара әрекеттесуге, дағдыларын дамытуға, секілді жағдайларды шешу мен алдын алуға бағытталады. Жартастар мен кеме ойынын өзара әрекеттесудің негізгі дағдыларын дамытуға тиімді. Оқушылар 2 топқа бөлінеді. Бір топтың қатысушылары жартастар болады. Олар тізелерін бүгіп отырады. Басқа топтың қатысушылары кемелер. Олар көздерін жауып, сынып ішінде жүре бастайды. Егер мұндай кеме жартасқа жақындайтын болса, онда оны бейнеленген бала сүңгуір дыбысын еліктіріп шығарады. Барлық қатысушылар кеме апатынан аулақ болу керек. Ойыннан кейін соқтығысу жағдайларын талқылау және қиындықтарды болдырмауға көмектесетін достық қолдау туралы сөйлесу өте маңызды. Сонымен қатар, кеме үшін қандай да бір дыбыс жасамаған оқушылардың мінез-құлқына назар аудару керек, егер ондай жағдай болса. Талқылау барысында топта кейбір ережелері құрастырылады. Бір-біріне қиындық тудырмау, көмек көрсету және тағы басқа. Содан кейін оқушыларға қабырға газетін шығаруды ұсыныңыз. Бірінші топ мектеп ұжымы үшін ережелер, екінші топ сынып ұжымы, үшінші топ оқушылар жұбына ережелер құрастырады. Әрбір жұмыс барлық сыныпқа беріледі. Содан кейін топтың оқушылары келесі критерийлер бойынша бірін-бірі бағалайды.
қабырға газетінің атауы, ережелердің өзектілігі, безендірулердің бірегейлігі. Дайын қабырға газеттерін мектеп дәлізіне, кабинет ішіне орналастыруға болады. Өз сыныбының ұжымын сипаттау оқу мақсаты. Атамұра баспасының оқулығында осы оқу мақсатын жүзеге асыру міндеттері қамтымайды. Сабақты мақсаттарына қол жеткізу үшін аллегория әдісін ұсыныңыз. Оқушылар орман мектебінің суреті бойынша орман тұрғындарына сипаттама береді. Олар әрқайсысы әртүрлі болғанына қарамастан бірге оқитыны туралы айтыңыз. Содан кейін оқушылар топтық жұмыс барысында сыныптың ұжымын сипаттайды. Әр топтың оқушылары өз жұмысын ұсыну түрін таңдайды. Ертегі, сахналау, баяндама, альбом және тағы басқа. Бұл тапсырма оқу мақсатын жүзеге асыру бір жолы. Сонымен қатар оқушылардың шығармашылық қиялын, коммуникативтік және сөйлеу дағдыларын дамытады. Слайдта келесі оқу мақсаттары. Өз зерттеулеріне сүйене отырып, өлкесінің көрікті жерлерін сипаттау және бейнелеу. Қазақстан картасынан ірі өзен көлдерді, қалаларды, жолдарды, өз облысын көрсету. Оқушыларға шағын жоба жасауды тапсырыңыз. Олар туған өлкесінің көрнекті орындарының бірін таңдап, келесі жоспарға сәйкес қорғайды. Бірінші, көрнекі орынның атауы. Екінші, ол қандай оқиғаға байланысты қойылған. Үшінші, көрнекі орынның сипаттамасы. Оқушылардың жобалық белсенділігі зерттеу дағдыларын дамытуға, мәселені шешу, ақпаратты жинақтау және өңдеу, нәтижелерді талдау, шығармашылық қабілеттерін және логикалық ойлауды дамытуға, оқу барысында алған білімді қолдануға бағытталған. Содан кейін Қазақстанның бір қаласынан екіншісіне маршрутты құрастыру бойынша тәжірибелік жұмыс ұсынылады. Сызбада оқушылар ірі өзендер, көлдер, қалалар белгілейді. Өз облысын көрсетеді. Бұл тапсырма оқушылардың картографиялық дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. Келесі оқу мақсаттары. Көлік түрлерін, олардың қажеттілігін ажырату. Қоғамдық көліктегі өзін-өзі ұстау ережелерін түсіндіру. Оқу мақсатын жүзеге асыру үшін автобус аялдамасы әдісі қолдануға болады. Бұл әдістің мақсаты шағын топтарда берілген тақырыпты талқылау және талдауды үйрену. Топтар автобус аялдамаларына бөлінеді. Әрбір аялдамада қабырға немесе үстелге тақырып бойынша сұрақ қойылған үлкен формат парағы қойылады. Талқылау топтарында бір-біріне кедергі келтірмеу үшін кабинет бөлмесінің әртүрлі бұрышында автобус аялдамаларын ұйымдастыру ұсынылады. Мұғалім топқа жаңа тақырыптың негізгі ұғымдарын параққа жазуды тапсырады. 5 минут ішінде топтар қойылған сұрақтарды талқылайды және негізгі ойларды жазып алады. Содан кейін мұғалімнің белгісімен топтар сағат тілімен келесі автобус аялдамасына көшеді. Олар бар жазбалармен танысады және қажет болған жағдайда оларды 3 минут ішінде толықтырады. Алдыңғы топтың жазбаларын түзетпейді, тек ескерту мен ұсыныстарын жазады. Содан кейін келесі аялдамаға өту үшін тағы 3 минут талқылау мен жазбалар қосуға беріледі. Топ бірінші аялдамасына қайтып келгенде, ол барлық жазбаларды 3 минут ішінде таныстырып, және топтың мүшесін анықтайды, ол жұмысын ұсынады. Осыдан кейін әрбір топ өз жұмысының нәтижелерін көрсетеді. Соңында мұғалім барлық топтардың айтқандарын қорытындылайды, қажет болған жағдайда түзетулер енгізіледі. Жұмысты топта жалғастырып, қоғамдағы көлікте өзін-өзі ұстау ережелерін құрастырып, жаднама жасайды. Бірін-бірі бағалайды. Слайдта келесі оқу мақсаттары. Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерінің маңызын түсіндіру. Бақылаулар негізінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің қолданылу саласын анықтау. Оқу мақсаттарын іске асыру үшін өздік ойын әдісін қолдануға болады. Әдіс оқушылардың берілген жауаптарға қатысты сұрақтар құрастыру дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Әдіс оқу мақсатын жүзеге асыруға көмектеседі. Сонымен қатар шығармашылық ойлау қабілетін дамытады. Оқушылар
зерттеу тақырыбымен тікелей байланысты сұрақтарға жауап беріледі. Жауаптар қарапайым фактілерден дерексіз түсініктерге немесе эмоциялардың сипаттамаларына дейін қоюға болады. Оқушылар әрбір ұсынылған жауап үшін сұрақ құрастыруы керек. Содан кейін жигсо әдісін қолдануға болады. Бұл әдіс оқушыларды бір-бірін үйретуге көмектеседі. Әрбір топ бірдей тапсырма алады. Бірінші топ елтаңба, екінші топ ту, үшінші топ әнұран туралы шағын мәтін. Мәтіннің мәнін түсінуге бағытталған сұрақтарды қалай құрастыру керектігін ойлап, оны қалай іске түсіру керектігін ойланады. Оқушылар тірек сөздерді жазады, суреттер, диаграммалар немесе кластерлер салады. Топтың мәтінмен жұмыс істеген соң, әрқайсысы 3 топтың өкілдері болатынын етіп қайта бөлінеді. Содан кейін мұғалімнің командасымен сұрақ-жауапты және графикалық материалдарды пайдаланып түсіндіреді. Топта 3 тақырыпты түсіндіріп, талқылап, әрқайсысы өз орнына қайта оралып, 3 шағын мәтінді тұратын ортақ тақырыпты қайта талқылайды. Назарларыңызға 2-ші тоқсанның оқу мақсаттары жүзеге асырудың жолдары ұсынылды. Келесі кездескенше.